Армысыздар, қала қонақтары мен тұрғындары. Эфирде Сатпаев телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Жансая Ғалымжанқызы. Аптаның соңына келіп түскен ақпараттармен таныс болыңыздар. 2 күндік жастар ресурстық орталықтары тиімділік деңгейі атты республикалық семинар шарасы аяқталды. Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасын іске асыру аясында қандай жұмыстар атқарылуда? Ертең, яғни 30 шілде халықаралық достық күні. Қала жастарына арналған көше кітапханасы атты іс-шара ұйымдастырылды. 2 күндік жастар ресурстық орталықтары тиімділік деңгейі атты республикалық семинар шарасы кеше аяқталып қорытындыланды. Айта кетейік, аталмыш шара өз бастауын отаншыл жастарға білім беру және туристік лагерінен бастау алған болатын. Республикалық семинардың жабылу салтанаты жайлы толық ақпаратты әріптесім толықтырады. Сатпаев қаласының жастары Кеншілер сарайында өткен республикалық жастар ресурстық орталықтарының тиімділік деңгейі атты семинар тренингте 2 күн бойы бас қосып жастар ресурстық орталықтарының тиімділік деңгейін талқылады. Аталмыш шараға облыстық жастар ресурстық орталықтарының жетекшілері мен жастар саясаты жөніндегі басқарманың қызметкерлері, сонымен қатар Қазақстанның барлық облыстарынан келген жастар орталығының өкілдері қатысқан болатын. Айта кетейік, семинар қонақтарының қатарында Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің жастар саясат департаменті басқарма басшысының міндетін атқарушы Ернұр Бекхожаев, Қарағанды облысының жастар саясат басқармасының басшысы Мирас Құттыбай, сондай-ақ Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің бірінші басшысының кеңесшісі Майраш Тайкенова қатысқан болатын. Республикалық семинар тренинг шарасын қорытындылаған Ернұр Бекхожаев белсенділік танытып, 2 күндік семинар шарасына қатысқан барлық жастарға арнайы сертификаттарды табыс етті. Сатпаев қаласының әкімдігі сіздерге ұйымдастырушы ретінде де, басқа өңірлердің ретінде де барлық осы көрсеткен қызметтеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Еңбектеріңіздің барлығы ертең министрлік тарапынан ескерілетін болады. Осындай семинарларды бүгін өзіңіз дәлелдеп бердіңіз. Барлық жастар ресурстық орталықтарына жаңағы стратегиялық құжаттың дайын болуы, жаңағы сіздің артыңыздан еріп Ақсу қаласы сіздер барып, өз тәжірибе алмасқанның арқасында ол кісінің жаңағы выступлениесі күшті болып, бір жағынан әріптестер күлдірте де не қылып отырып, бірақ өзінің позициясын айтып түсіндірді. Сол себепті сіздерге осы атсалысқан үшін, барлық ұйымдастыру мәселелеріне қызмет көрсеткен үшін, мына жас қыздарға сол себептен алдағы уақытта барлықтарыңызға іске сәт деймін, барлығымыз жұмыла жұмыс жасайық. Біз сіздерді қолдауға, сіздер бізге қолдау көрсетуге, бір-бірімізге поддержка жасап, жергілікті жер мен орталық атқарушы орган арасында сол іске сәт деймін барлықтарыңызға. Жалпы семинарға қатысқан басқа аймақтың жастары өткен іс-шараға дән риза, ұйымдастырушылық және тәжірибе алмасуда, сонымен қатар өзекті мәселелерді шешу жолдарын қарастыруда. 2 күндік семинар тренингтің пайдасы зор болғанын астаналық жастар өкілі Мұрат Борықбаев тілге тиек етті. Біріншіден, мен бұл шараның ұйымдастырылуына жоғарғы баға бергім келеді. Себебі біз басқа қалаларда болдық. Жастар орталығының да жұмыстарын көрдік. Бұл қалада ұйымдастырылып отырған бүгінгі семинар, оның тақырыбы да өзекті. Тілегім жастардың алға қойған жоспарын, пайдалы жоспарларын іске асыруда қажетті қаржы бөлуін жергілікті билік қарастырса деген ұсыныс тілегімді айтқым келеді. Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасын іске асыру аясында қандай жұмыстар атқарылуда? Бүгін Сатпаев қалалық жұмыспен қамту бөлімінің басшысы Қазбек Ашықбаев 2016 жылдың бірінші жарты жылдығын қорытындылап ақпарат берді. Қазақстанда ауқымды дағдарыстың мүмкін болатын кері ықпалдарын азайту және жұмыспен қамту мен жұмыс орындарын шұғыл түрде құру есебінен экономикалық даму үшін қажетті негіздерді қамтамасыз ету мақсатында мемлекет басшысының тапсырмасымен жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасы әзірленіп қабылданған болатын. Осы бағдарлама бойынша 2016 жылдың бірінші жарты жылдығын атқарылған жұмыстар жөнінде мекеме басшысы Қазбек Батырбекұлы сұхбат беріп қорытындылап өтті. Сатпаев қаласында биылғы жылы жұмыспен қамту жол картасын іске асыру бойынша негізінен 3 бағытта іске асырылып жатыр. Бірінші бағыт біздің инфрақұрылымдық жобалар, күрделі жөндеу, үй коммуналдық шаруашылықтарын дамыту есебінен жұмыспен қамту. Екінші бағытымыз ол кәсіпкерлікті дамыту. Сол арқылы жұмыстар құру, жұмыс орындарын құру және тіректі ауылдар дамыту деп аталады. Үшінші бағыт ол біздің кәсіби дайындау, қала жұмыссыздарын
өз-өзін жұмысымен қамтып жүргендерді қайта даярлау, кәсіби оқыту, сосын әлеуметтік жұмыс орындарын құру, жастар тәжірибесін өткізу болып табылады. Биылғы жылы өзі қойылған жоспарлар бар, сол жоспарлармен жұмыс істеп жатырмыз. Қазіргі таңда бірінші бағытқа тоқталып кететін болсақ, ол қалалық инфрақұрылымдық күрделі жөндеу және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын іске асыру арқылы жұмыс орындарын құру бойынша бізде 2 жоба қарастырылған. Ол 2 жобаның бүгін екеуі де конкурстық процедураларға өтіп, бірінші жоба бойынша 19 мектеп қаладағы күрделі жұмыс қарастырылған, оған 64 миллион теңге қарастырылған. Осы мектепке біздің жұмыспен қамту орталығы арқылы, осы жол картасы арқылы 25 адам жоспарлап отырық. Бүгінгі таңда осы шілде айында басталды, басында осы жұмыстар. Бүгінгі таңда 21 адам сол мектепке жіберілді. 2016 жылдың жылдық жоспары бойынша бағдарламаның екінші бағыты кәсіпкерлікті дамыту арқылы жұмыс орындарын құру және тірек ауылдарды дамыту аясында 12 қатысушыға 36 миллион теңге көлемінде өз ісін ашуға немесе кеңейтуге шағын несие беру және 364 мың теңге 8 қатысушыға кәсіпкерлік негіздері оқу курсына жіберу жоспарлануда. Бүгінгі таңда 12 үміткерлерге консультация ұсынылған. Оның ішінде 6 үміткердің құжаттары ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры акционерлік қоғамының екінші бөліміне өткен. 2 қатысушыға 6 миллион теңге көлемінде шағын несие берілген. Бағдарламаның 3-ші бағытының бірінші құрамдас бөлігі оқу және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу бойынша қайта даярлау курсына 30 адамды аспазшы, даяшы мамандықтары бойынша мамыр айынан бастап 5 ай мерзімдік оқуға жібергендігін аталмыш мекеменің басшысы тілге тиек етті. Бізде Сәтпаев қаласында негізі қайта даярлау курстарына бізде бағдарлама бойынша өзі негізі оқыту, қайта даярлау, кәсіби дайындау барлығы жұмыс берушінің сұранысымен ғана өткізіледі. Биыл жылда бізде жоспар бойынша 20 адам жоспарланған тұғын, жұмыссыздар санатынан өтетін. Қазіргі таңда біз ол бағыт бойынша біз 34 адам жібердік. Ол енді қысқаша айтып кетсем сіздерге. 2 мамандық ол официант және повар мамандығы бойынша, аспазшы ғой енді, осындай аспазшы мамандығы бойынша. Ол 3 жұмыс берушіден бізге сұраныс түсті. Ертең осы бұл оқу мерзімі 5 ай. Олардың барлығы дуалдық системамен оқиды. Жаңағы сол жерде оқып жүріп, алдағы жұмысқа тұратын орындарына барып, өзінің несін, тәжірибесін шыңдайды. Шыңдап барып, сосын оқығаннан кейін, жаңағы оқу бітіргеннен кейін сол жерлерге барып жұмысқа тұрғызамыз. Бәріне жұмысқа тұруға көмектесеміз. Жалпы ел азаматтарына еңбек нарығында өзіне лайық мамандық бойынша орын табуына жұмыспен қамту орталықтары барынша көмек көрсетеді. Сондықтан жұмыспен қамту орталығына жүгінер кез келген азаматқа аталмыш орталықтың есігі әрдайым ашық. Хабарымызды жалғастырамыз. 30 шілде халықаралық достық күні күнтізбедегі бұл датаны атап өту туралы шешім 2011 жылдың 27 сәуірінде Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 65 сессиясында қабылданған. Жалпы халықаралық достық күнін қала жастары біле ме? Бұл жөнінде журналистік зерттеу жұмысын жүргізген әріптесім Бекзат Бейбітұлы толықтырады. Халықаралық достық күні күнтізбедегі ең жас мерекелердің бірі. Оны атап өту туралы шешімді Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы 2011 жылдың 27 сәуірінде өткен 65 сессиясында қабылдады. Біріккен ұлттар ұйымы мемлекеттік құрылымдарға, сондай халықаралық және өңірлік ұйымдарға бұл күнді әр елдің дәстүрі негізінде атап өтуді ұсынды. Біріккен ұлттар ұйымының қарарында әртүрлі халықтар арасындағы достықты нығайту аса ерекше атап өтілген. Онымен қатар халықаралық достық күнінің тағы бір мақсаты түрлі мәдениеттерді құрметпен қабылдауға бағытталған қоғамдық қызметтерге жастарды, соның ішінде болашақ көшбасшыларды тарту. Әрине, бұл күнді кейбір жастар біле бермесі анық. Сондықтан біз бүгін журналистік зерттеу жүргізіп, қала жастары мен тұрғындардың пікірін білдік. Ал құрметті ағайындар, достық деген өте керемет нәрсе. Бұл достықта
достық екіге бөлінеді. Біреу адал, біреу жаман деп мысалға. Бірақ халықаралық басқа ұлт өкілдерімен достасу деген ол өте бөлек нәрсе. Сол себепті мынау бүгінгі келіп жеткен достық мерекесімен баршаңыз шын жүректен құттықтаймын. Сәтбаев қаласының тұрғындарын шын жүректен құттықтаймын. Әрқашанда осылай ойнап күліп жүре беріңіздер. Ну, для меня дружба народов в первую очередь это, знаете, как сказать, я как ветеран ВДВ, вот дружба, у нас нету ВДВ, национальности нету. Я до сих пор, мы сейчас дружим с Союзом десантников России, Союзом десантников Киргизии, то есть со всеми республиками бывшего СССР мы все дружим, поэтому, ну, для ветеранов ВДВ дружба это многое значит. Вот, сам родился я и вырос в Казахстане, поэтому вот я председатель азербайджанской диаспоры. Как бы для меня Казахстан это родина. Для меня Казахстан родина, поэтому вот единственное, что мне нравится в Казахстане, это очень много национальностей, все мы дружим. У нас как бы таких конфликтов серьезных у нас не бывает. И то, что вот Казахстан, политика нашего президента, знаете, вот любой человек, любой национальности может здесь жить и открывает бизнес, зарабатывая деньги. Это очень редко. Не в каждой стране, республике вы приедете просто так. Тот же казах приедет и скажет, я хочу работать там, открыть ресторан. Нет, я вам сразу говорю, я как азербайджанец говорю, очень трудно приехать в Азербайджан и что-нибудь открыть. Здесь мои земляки, практически вот в курсе наш город, большинство все занимаются бизнесом и зарабатывают деньги. Я считаю, что политика нашего государства, я ее поддерживаю полностью. Всех граждан Казахстана поздравляю с праздником. Дай Аллах, дай Бог, чтобы в ваших семьях, вашим родным всегда было только счастье. Всех благ всем. Қазақстан көпұлтты республика екені бұрыннан белгілі. Кеңестік дәуірде КСРО-дағы жалғыз интернационалды ел атанғанымыз тегін емес. Ежелден бауырмал, қайырымды қазақ халқы тағдыр тәлкініне ұшырап, әлемнің әр тарапынан келген ұлттарды жатсынбай, оларды туған туыстарындай жақсы көрді. Міне, сондықтан қазір Қазақстан көпұлтты мемлекет атанып отыр. Дәл Қазақстан сияқты ұлттар достығы, өнеге, халықтар достығы үлгі дүниежүзінде ел жоқ. Біздегі халықтың ынтымақ бірлігіне, жарастығына тәнті болған шетелдік саясаткерлер мен қоғам қайраткерлері Қазақстаннан үйрену керек дегенде жиі айтады. Осындай ел бірлігі мен тұтастығы жолында өз бағдарламасы мен мақсаты бар Қазақстан Халық Ассамблеясының жұмысына дүниежүзі риза десек артық айтпаймыз. Әрине, оның басында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тұрғаны айтпаса да түсінікті. Осы айтулы мерекемен барша халық пен ұлт өкілдерін құттықтаймыз. Әлем елдерінің достық қарым-қатынасы күннен күнге артып, ұжымдық мәдени шаралар көп болсын дейміз. Сәрсенбі күні қаламыздағы спорт сауықтыру кешенінің алаңында Жас Фест жастар фестивалінің бағдарламасы аясында орталық кітапхана ұжымының ұйымдастыруымен қала жастарына арналған көше кітапханасы атты іс-шара ұйымдастырылған болатын. Толық ақпарат келесі бейнесюжетте. Сәрсенбінің сәтті күнінде жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен Жас Фест жастар фестивалінің бағдарламасы өтті. Осы бағдарламаның аясында орталық кітапхана ұжымының ұйымдастыруымен қала жастарына арналған көше кітапханасы атты іс-шара ұйымдастырылды. Бұл акцияның басты мақсаты балаларды, жастарды, ересек адамдардың да көңілдерін кітапқа аударып, олардың интеллектуалдық деңгейлерін дамыту. Көше кітапханасының қорындағы кітаптар әртүрлі жастағы аудиторияға арналған. Олардың арасында қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде классикалық, фантастикалық, ғылыми, балалар кітаптары мен журналдар бар. Көше кітапханасымен танысу үшін қала тұрғындары мен жастар жиналып, сөреде қойылған түрлі кітаптармен таныс болды. Әрбір тұрғын өздеріне керекті кітаптарын тауып жатты. Сонымен қатар спорт сауықтыру кешенінің алаңына жиналған жастар ойларын дамыту мақсатында шахмат ойындарын ойнап сергіп қалды. Жалпы жастар жағы ғана емес, аға апаларымыз да қызығушылық танытып, оқырман билетінсіз кітаптың түр-түрімен танысты. Осындай игі шаралардың бастамасы қала тұрғындарын кітап оқуға деген қызығушылығын арттырады деген сенімдеміз. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен сіздермен қоштасамын. Алдағы райы мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтар. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.